Бүгінгі студия қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының наиб мүфтиі Ершат Қажы Ағыбайұлы. Ершат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Төрағасының орынбасары наиб мүфти Ершат Ағыбайұлы Оңғарып студиямызға арнайы келіп отыр. Наиб мүфти Ершат Ағыбайұлы Оңғарып келіп отыр. Ершат Қажы Ағыбайұлы, қош келдіңіз студиямызға. У нас в гостях известный спикер, знаменитый спикер Оңғаров Ершат Ағыбайұлы. Я вас рад видеть. Вы Ассалаумағалейкум, құрметті Жамбыл жұртшылығы. Бүгін міне күндердің сұлтаны жұма күні біздің жасыл да жарқын Тараз қаламызға арнайы сонау елордасынан, Астанадан, муфтияттан ат басын бұрып Ершат Оңғар ағамыз келіпті. Бұл ағамыз жалпы дінтанулық, исламтанулық бағыттарынан бөлек бір кереметі мәдени антропология ғылымдарының докторы болып табылады. Күнімізде ондай дін мамандары деген саяқ, өзіңіздің келгеніңізді, келетініңізді естіген кезде шат-шадыман қуандық. Осы жаққа бірден өзіміз қасыңызға келе қойдық аға. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум салам. Рахмет. Ал жалпаға енді күнімізде белгілі ғой, мынау дін мамандары жалпы молдасы болсын, имамы болсын, осы теология саласында сүлең салысып тер төгіп жүргендер болсын, барлығы енді қарап отырсаңыз кішкене формаға келетін сияқты да, оқыған білімдері де былай жүріп өткен карьерасы да кішкене ұқсайтын сияқты. Енді осының ішінде мәдени антрополог имам деген бұл енді көп ести бермейтін жағдай. Енді қалай келдіңіз, қалай болды бұл? Не қызықтырды сізді осылай осы жолы плащадкаңызда келуге? Сұрағыңызға рахмет. Енді мен негізі мәдени антрополог мамандығынан көрі, енді мен өзімді классикалық исламтанушы ретінде қабылдаймын. Өйткені менің базалық білімім ол исламтану. Әлемге әйгілі Мысыр шаһарындағы Әл-Азхар университетінде, ол бүгінгі күнде Европа үшін Гарвард қандай беделді оқу орны болса, сол мұсылман елдерінде сол мұсылмандардың Гарварды іспетті үлкен оқу орны, білім шаңырағы. Сол жерде базалық жаңағы исламтануды оқып келдім. Оның ішінде жаңағы ислам мәдениеті саласында уағыз насихат мамандығы бойынша. Ал енді елімізге келгеннен кейін сол кезде 2007 жылы PhD программасы қабылданып жатты. Әлемдік тәжірибеге сәйкес білім, халықаралық білім интеграциясына адам қабілетті болу үшін 3 сатылы білім беру системасына көшті. Ол жаңа бакалавр, магистратура, сосын PhD докторлығы. Сол кезде елімізде әлі исламтану бойынша ондай шифрда болмаған, исламтануға белгілі бір жаңағы көңіл қатты бөлінбеген, гранттарда бөлінбеген. Сол кезде қарап отырсақ, біз мәдениеттану саласы бойынша, оның ішінде мәдени антропология саласы бойынша дінді зерттеу мүмкіншілігі болды. Менің жаңағы мәдени антропологияға келуім осы жолменен болды да. Дінді зерттеу сол мәдени антропология саласы арқылы мүмкіншілікке ие болдым. Бұған Аллаға шүкір, сол кездердегі менің ұстаздарым Шейх Абдусаттар Қажы Дербісәлінің бағыт-бағдар беруі, елімізге әйгілі классик, философ Тұрсын Ғабитов ұстаздарымыздың жол көрсетуіменен, Ғарифулла Есім ұстазымыздың жол көрсетуіменен, менің ғылыми жетекшім Абдығалиева Гүлжан Қанайқызы болды. Соңғы жаңағы негізгі ғылыми жетекшім, шетелдік ғылыми жетекшілерім болды. Ол мына ислам, Түркиядағы ислам философия ассоциациясының төрағасы болып жұмыс істеген қанша жыл, философ, илахиятшы Хайрани Алтынташ, профессор Хайрани Алтынташ болды. Осындай үлкен ұстаздардың жаңағы мектебінен өттік. Ал енді бұл мәдениет деген кезде біз нені білуіміз керек? Мәдениет ол бір елдің немесе бір халықтың
өркениетінің бір тірегі да. Академик Болат Көмеков ұстазымыз айтады ғой, қазақ даласынан дала өркениетінің биік шыңына шыққан. Біз қаншама жаңағы кезеңде, біз мынау көшпелі кезеңде болсақ та, бірақ біздің дала өркениеті болған. Қазақ өзінің әр заманына сай өркениетке жете білген. Қазіргі күнде де біз жаңағы жаңа бағыт бағдар алып, өркениетті елдердің алдыңғы қатарына қосыламыз деген талпыныс бар. Бұның бәрінің негізі бар. Өйткені өркениетті ел болу үшін академик Болат Көмеков айтады, 4 нәрсе болу керек дейді. Бірінші, бір халық болу керек дейді. Оның тілі болу керек. Оның мемлекеті болу керек. Оның және де мәдениеті болу керек. Ал мәдениеттің ішіндегі негізгі тірегінің бірі ол дін, ол руханият. Сондықтан біз мәдениет деген кезде бір рухани әлеміміз де осының ішіне кіреді. Дінді зерттеу саласы да осының ішіне кіреді. Ал енді мәдени антропологияның ол халықаралық ғылымдарда алатын орны өте көп. Өйткені шын мәнінде бір халықтың мәдениетін зерттеу арқылы оның антропологиясын, яғни адамның таралу жүйесін, оның және оны антропологияны мәдениетпен ұштастыру, ол бір тұтас халықтың, бір халықтың жаңағы тарихын, оның болмысын, оның жаңағы мәдениетке қатысты сан алуан саласын зерттеп, ол халықтың жаңағы бір өркениетке ие болғанын, ол бір әлемдік халықтардың арасында бірегей бір халық болғанын зерттейтін, соны паш ететін мүмкіншілік. Тамаша. Енді күнімізде мынау сөз бостандығы деген дүние бір ұшы пайдалы болса, бір ұшы мынау көршілеріміз қазақ деген ұлт болмаған, аяқасты құрылған деген кезде, мынау жалпы енді қазақтың өткен ғасырдағы қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдыз осы мәдениет, қазақ мәдениетінің сақталуына бір 80-90% үлес қосқан десем мен қате кеттім деп ойламаймын. Өзбекәлі Жәнібеков деген кісі қазақта дұрыс айтасыз, иә, атақты заңгер. Ол кісі тарихшы, ол кісі енді қыры көп екен. Енді сол кісінің кезеңінде жаңағы Оразақ Смағұл деген кісі осы қазақтан шыққан алғаш антрополог болып, осы жалпы енді оның да себептері бар, антрополог болып шығып. Ол кісінің мақсаты бұл қазақтың ойдан құрастырылған, болмаса сайдан қырдан жиналған тобыр емес екендігін нақты дәлелдейтін бір эксперимент жүргізген. Жаңағы не дейді, шығыс қазақтар бар ғой бізде, шығыс қазақтардың ішінде 3 жұртыда найман болған, 500 қазақтың қанымен батыс Қазақстан жақтағы 3 жұртыда адай болған 500 адамның қанын сол кезде кеңес одағы кезінде Мәскеуге зерттеуге жіберіпті дейді. Енді ол кісі шығарды ғой, сөйтіп жаңа Мәскеудегілер ол кісіге ұрсыптымыз. Мынау 1000 пробирканы бізге неге жібердің? Бұл бір облыстағы адамдардың қаны ғой депті да. Сөйтсе ана кісі айтты да, міне қазақ ол сендер анаяқтан мынаяқтан жиналды дейтін халық емес. Мынау 500 пробирка мен 500 пробирка екеуінің арасы 4000 километр депті да. 4000 километрге қазір күнімізді ойлап қарасаңыз қаншама мемлекет сыйып кетеді. Сондай дүниелерді дәлелдеп былайша айтқан кезде енді Оразақ Смағұл деген кісі құдайға шүкір күнімізге дейін тірі. Ол кісі енді сол кісінің көзіндей, сол кісінің тұяғындай болып сізді көріп өткен қуанып отырмын. Ал енді мәдени антропология бұл қазақтың ондай кәдімгі бұрыннан келе жатқан ежелгі өзінің жолы, діні, ділі, мәдениеті бар халық екенін күнімізде дәлелдеуде ме? Осы жолда кәдімгі қоян қолтық, былайша айтқан кезде осы іске араласып жатқан азаматтар бар ма күнімізде? Осы мәдениетіміздің болашағы қалай болмақ? Осы турасында бір-екі сіздің бақылауыңыз, пікіріңіз болса. Иә, бұны сақтау үшін осы саланы әрине оған ғылыми айналымға зерттеулер керек, зерттеулер ену керек. Енді Аллаға шүкір біздің мына
қазақ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде мәдениеттану бөлімі бар. Ол жаңағы философия және саясаттану факультетінде, сол сияқты Евразиялық ұлттық университет Лев Гумилев атындағы ол жерде де сол мәдениеттануға қатысты мамандықтар бар. Және мына антропологияны, мәдени антропологияны үйрететін бізде жаңағы жеке университеттердің ішінде Назарбаев университетінде осы мамандықтар үйретеді. Енді мен көбірек көңіл бөлгім келетіні, біз жаңағы мәдени антропология деген кезде мен көбірек көңіл бөлетін салам, оның жаңағы қазақ халқының сол ежелден қаншама ғасырлар бойы осы ислам дінін ұстану арқылы ислам құндылықтарын өзінің салт дәстүріменен, әдет ғұрпы арқылы осы өзінің мәдени құндылықтарыменен сабақтастыруы. Біз осы күнде, бүгінгі күнде осыны дәріптеуіміз керек. Сонда қазақ халқының өз әлем алдында, әлем халықтарының алдында өзінің жаңағы мәдениетін сақтау арқылы, өзінің салт дәстүрін сақтау арқылы бірегей бір ұлт болып отыр да. Біз сондықтан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бүгінгі күнде Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазіреттің бастамасыменен мына биылғы 2023 жылды ислам және ізгі қоғам жылы деп жариялап, дін қызметкерлерінің алдында 5 бағытты айқындап алдық. Олар біріншісі дін мен дәстүр. Біз дәстүрімізді сақтасақ, салтымызды сақтасақ, дінмен сабақтасқан. Ол біз мәдениетіміздің бір тірегін сақтаймыз да. Және егер антропология саласымен зерттеп келсең, тура сол салт дәстүрлер анау қазақ халқының сан ғасырлар бойы өмірінде қайталанып келеді да. Мысалы үшін Жамал әл-Қарши деген ғалым өткен мына Алмалыда, Жаркент, қазіргі Жаркент ауданы болу керек, сол Қытайдың границалас жерінде Алмалы деген көне қала болған. Сол жерде орта ғасырларда Жамал әл-Қарши деген кісі болған. Ол кісі сол өзінің Сұрақ әл-Лұға деген кітабында бірнеше қаланы аралап, сол қала туралы анықтамалар қалдырған, қолжазбалар қалдырған. Ол халықтың жаңағы тұрмыстық жағдайы, ол халықтың салт дәстүрі, ол қалалардың кешіресіз, сол қала тұрғындарының салт дәстүрі, олардың физиологиясы, физиономиясы туралы деректер қалдырады да. Осының бәрі бүгінгі күнімізден көп айырмашылығы жоқ жаңағы салт дәстүрлерді жазып кетеді. Міне жаңағы мәдени антропологияның қосып отқан үлесі осы. Ал енді бүгінгі күнде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы өз кезегінде осы аксиология саласына жататын құндылықтарды дәріптеу арқылы, оның атап айтқанда жаңағы 5 бағыттың біріншісі дін мен дәстүр. Діндегі құндылық ол дәстүріміздегі де құндылық, екеуі сабақтасып бізде қайнасып кеткен. Осыны сақтау, осыны өскелең ұрпаққа насихат ету, осыны дәріптеу біздің жаңағы өркениет алдындағы өзіміздің тұғырымызды бекітеді деп. Осы тұрғыдан келіп отырмыз. Тағы екінші бағыты ізгі қоғам қалыптастыру бағыты. Бүкіл жаңағы біз дін қызметкері болып, мешітке келетін ұлтжанды жамағат болып, осы ізгі қоғам құруға тырысуымыз керек. Әрбір қоғам мүшесі жаңағы жақсыдан үйреніп, жаманнан жиреніп, замана көшінен қалмайтын рухани бір бай қоғам құруға тырысу керек та. Осыны бір бағыт ретінде алдық. Және үшінші бағыт ихсан және насихат бағыты. Ихсан деген ол біріншіден көркем мінез. Адам өзінің Құдайдың алдындағы міндетінен, қоршаған ортаның алдындағы міндетінде, және адамдарменен, қоғамменен қарым-қатынас, оның ішінде қоғамның мүшесі, өзінің отбасы, туған туысы, әріптестері, достары, көршілері алдындағы ақыларының бәрінде көркем мінезбенен мәміле жасау. Және осыны насихаттау.
Міне бұл да бір ілгері бағыттарымыздың бірі. Енді 4-ші бағыт, атап айта кетейін, ол білім және ағарту бағыты. Ислам діні ол білімге насихаттап келген дін. Бірінші аятының өзі Құранның оқы деп түскен дін. Ислам менен ғылымды ажыратып қарауға болмайды. Бұл егіз ұғым. Кез келген қазір қарап отырсаңыз, ғылыми жаңалықтар әлемдік. Ол Құранның аяты менен немесе пайғамбардың хадисінен қолдау тауып отырады. Анау кезіндегі Европа елдеріндегі жаңағы ғылыми жаңалық ашқан, соны қолдаған дін қызметкерлерін қудалау деген исламда ешқандай болмаған. Керісінше, неге? Өйткені Құран ол 14 ғасыр бұрын түскен ескі кітап болса да, сондай қағида бар. Әл-Құрану қадимун ва мутаджаддид. Құран ескі, 14 ғасыр, бірақ мутаджаддид, яғни жаңартушы. Ғылымды жаңарту. Қандай бір ғылыми жаңалық ашылды, ғылыми бір ізденістің негізінде бір жаңалық болса, міндетті түрде Құраннан оның қолдауы табылады. Сол сияқты осы ғылым саласына бүгінгі күнде бізде Нұр Мүбарак университет жұмыс істеп жатыр. Ислам ғылым соңына түсемін, маманданамын деген азаматымыз үшін бүкіл жағдай жасалған. Ол Нұр Мүбарак университетінде бакалавр деңгейінде исламтануды және магистратура, одан кейін PhD докторлық деңгейінде алып шығалады. Одан бөлек міне осы Әулие-Ата еліндегі біздің медресе колледжіміз сияқты 9 медресеміз бар. Оның 6-ы осы жаңағы осы Хибатулла Тарази мешітінде орналасқан біздің колледж медресеміз сияқты мемлекеттік жаңағы реестрдан өткен ислам тану мамандығы бойынша диплом алып шығады. Бұны бітіргеннен кейін әрине ол өз таңдауы бойынша жаңағы кез келген университетке түсе алады. Енді мына соңғы бағыты қазіргі күнде белгілеп отқан ол жат ағымынан сақтандыру. Бұл да қазіргі күнде үлкен тенденция. Бұл тенденция Қазақстанда ғана емес, ол әлемдік тенденция. Сондықтан және бір осы жерде мәдени антропологияға қатысты тұсы оның да мәдениетті мойындамау, жат ағымдардың алға тартатын мәдениетті мойындамау, салт дәстүрді мойындамау, бір антропологиялық ерекшеліктерінде мойындамау, яғни ұлт дегенді мойындамау сияқты радикалды пікірлер бар да, маргиналды пікірлер бар. Осының бәріменен оның зиянынан сақтандыру, дұрысын үйрету бүгінгі күнде саналы рухани кемелдікке ұмтылған адамның алдындағы үлкен міндет деп білемін. Бәрекелді, өте керемет таныстырдыңыз деп есептеймін. 5 бағыт деген бір жаңаша екен. Біз енді насихат алдын айтылғаннан кейін біз көптеген адамдармен жаңағы сауалнама жүргіземіз ғой. Сол кезде жаңағы естулерім бойынша ғылым дегенді тек осы ислам саласы деп түсінеді екен. Білім дегенді дін білімі деп қана түсінеді екен да. Енді мынаны ашып бергеніңіз, жалпы халыққа осылай айтып бергеніңіз өте ғажап болды. Әрбір ғылым бұл әлбетте ислам дінімен ұштаса, күнімізде айтайын, алысқа бармай өзіміздің қалтамыздағы ұялы байланыс құралы, оның ішіндегі әлеу желілерге кіретін болсақ, соның ішінде жаңағы кездесетін жаңағы публикациялардың ішінде көптеген ағылшын тілдегі, орыс тілдегі адамдардың осы исламмен байланыстырып медицинада, инженерияда, болмасын жаңағы басқа геология, сондай салаларда енді ол адамдар үшін жаңалық қой, сонда жаңалық ашып жатқан біз байқаймыз, көріп жатырмыз. Әлбетте бұл нәрсенің бәрі өте маңызды. Мәдениет деген дүниені Ершат ағамыз керемет түсіндірді деп ойлаймын біздің көрермендерге. Енді жалпы біздің көрермендеріміздің барлығы осы жалпы наурыз сайын бұл бір бітпейтін дау секілді көрінгенмен біз әркез нүктесін қоюға тырысамыз. Бұл қазақтың төл мейрамы. Бұл қазақтың өзінің сол бабадан қалған жылды жаңартып, мынау қыстан аман-есен шыққандар бір-бірін түгендеп, ауыл-ауылды аралап, бір салтанат құрып, былайша айтқан кезде бір қалай айтсам болады, серпіліп алатын кезі ғой наурыз. Осы наурыз турасында енді сіз айтпағанда кім айтады деп ойлаймын наурызды. Рахмет. Наурыз енді әрине өте бір нәзік тақырып, өйткені ғалымдардың, тарихшылардың, эксперт ғалымдардың пікірі бір дискурсқа алып келеді.
кей кезде жаңағы өзіндік бір парадигмалар да шығып жатады. Ол деген сөз жаңағы кейбір ғалымдар айтса, бұл анау сонау мәжуси қауымнан келген, мына парсы қауымынан келген, түбі со жақтан шыққан мереке деп жатса, екінші жағы бір эксперттер, ғалымдардың айтатыны бұны жаңағы қазақ халқына дәстүрлі болып қалған мереке ретінде қабылдайды. Және сол кездегі өзінде жаңағы отпарас халықтан шыққан реңдерін, краскаларын бүгінде жоғалтқан, қазақтың мына мәдениетіне, дәстүріне икемді болып үйлескен мейрам ретінде. Ал енді маған жаныма жақын келетін ол жаңағы Наурызды жыл басы ретінде қабылдау. Мына еліміздің көп региондарында мысалы үшін көрісу амал деген дәстүр бар. Ол жылдың басы ретінде қабылданады. Қыстан аман шыққан ел мына жайма-шуақ уақыт жыл мезгілі келген кезде бір-бірін сұрасып, жер аяғы кеңіп, бір-бірін іздеп көрісетін мейрам ретінде өте құнды біз үшін. Және мына жыл 12 айдың ішінде күн менен түннің теңесетін уақыты, осы бір уақытта жаңағы ол 14-ші наурыздан басталса, осы 14-ші наурызды жаңағы амал күндері, көрісу күндері деп жылдың басы ретінде қабылдау, бұл да өзіндік бір мәні бар, өзіндік орны бар. Сондықтан біз неге наурызды жоққа шығаруымыз керек? Неге оны келіп жаңағы қазақ халқына үш қайнаса сорпасы қосылмайтын отпарастық бір дәуірден шыққан со жаққа алып барып тіреуіміз керек? Белгілі ғой, қазақ халқы пұтқа табынбаған, отқа табынбаған, ол монотеистік ұғымда болған. Яғни бұл әлемде бір ғана тәңір бар деп, бір ғана құдай бар деп сеніп келген халық. Ол кезінде жаңағы ислам уағызшылары келіп, ислам діні келіп қазақ жеріне қадам басқан кезде соны саналы түрде өзінің жаңағы ұстанып келе жатқан салт дәстүріндегі өзінің ұстанып келе жатқан сеніміне өте жақын болғаннан кейін соны хақ дінді қабылдаған. Найзаның, қылыштың жүзі болмаған ол жерде. Яғни саналы түрде қабылдаған. Бұл да біз сол қазақ халқының ол бір дара халық, өте бір жаңағы ақылды халық болғанының айғағы деп білем. Сондықтан бұл жерде жаңағы оны наурызды бір жат мейрам ретінде қараудың реті жоқ. Ол жаңағы біздің өзіміздің мәдениетімізге сай, дәстүрімізге сай, мәдениетімізге сай дәстүрлі мейрам болып қабылдану керек. Ол солай қала береді. Бәрекелді. Рахмет. Ал Ершат аға, бізге арнайы көңіл бөліп, алтындай уақытыңызды бөліп, кеуілімізді қимай осы жерге келіп пікір бөліскеніңізге, ой бөліскеніңізге, ақпар бергеніңізге көптен көп рахмет. Құдай қуат берсін. Алла разы болсын. Отбасыңыз аман, деніңіз сау. Осы қазақ халқының руханиятына, мәдениетіне қосатын үлесіңіз алдағы уақытта да әлі ұшан теңіз бола беруіне тілектеспін. Амандық, саулықта. Ал енді құрметті көрермендер, сіздердің назарларыңызда сіздерге өз ойын, пікірін айтқан, осы ұлттық мәдениетіміз туралы біраз ақпар берген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының былайша айтқан кезде төрағасы, бас мүфтидің төраға орынбасары наиб мүфти Ершат Оңғар мырза болатын. Көптен көп рахмет. Келесі сұхбаттарда жүздескенше.